Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тәбетті ашарлықтай салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 келі қызанақ, 1,5 келі болгар бұрышы, 1 келі сәбіз, 2 келі қияр, 1 келі пияз және сарымсақ қажет болады. Салаттың толық құрамы видеоның астында жазылып тұр. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиязымызды жуып тазалап, ортасынан бөліп, жіңішке етіп видеодағыдай турайтын боламыз. Мінекей дайын болды. Ендігі кезекте сәбізімізді жуып тазалап, жіңішке ұзыншақ етіп турайтын боламыз. Сәбізіміз де дайын болды. Ендігі кезекте қиярды да дәл солай жуып тазалап, жіңішке ұзыншақ қылып тураймыз. Қиярымыз да дайын. Енді болгар бұрышын видеодағыдай етіп турайтын боламыз. Болгар бұрыштарымыз түрлі түсті, туралғанда өте әдемі болып шықты. Қызанақтарымызды да жуып тазалап дайындап қойдық. Оларды да видеодағыдай турап шығамыз. Дайын. Ең соңғы кезекте сарымсағымызды да майда бөліктерге бөліп, турап дайындап қоямыз. Барлық көкөністеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған қазанға 400 мг сұйық май құямыз. Майымыз қызған соң, барлық көкөністерді рет-ретімен саламыз. Ең бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Пияз шамамен 5 минут қуырылып болған соң, сәбізін саламыз. Жақсылап араластырып, 5-7 минуттай сәбізбен пиязды қуырамыз. Ендігі кезекте болгар бұрышын қосамыз. Ұзыншақ етіп туралған қиярымызды қосамыз. Салатымызды жақсылап араластырып, ең соңында қызанақ қосамыз. Барлығын қосып болған соң, араластырып, жай отқа жарты сағат қайнатамыз. Жарты сағат қайнап шықты. Иісі өте керемет. Енді 100 грамм қант қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Араластырып, майда етіп туралған сарымсағымызды қосамыз.
бес банка шықты. Астарыңыз дәмді болсын.